Ресей әрқашан әскери салада көшбасшы болуға ұмтылады. Және бұл таңғаларлық емес. Осындай алып ел өзінің әскери қуатының өте күшті болғанын қалайды. Үкімет бұл жұмысқа ерекше назар аударып, жаңа әскери әзірлемелерге қаражат бөлуде. Бүгін біз сізге алдыңғыларға қарағанда әлдеқайда күшті осындай әзірлемелер туралы айтып береміз. Күн сайын ресейлік сарапшылар бүкіл құрлықты өте алыс қашықтықтан жойып жібере алатын қарумен күреседі. Бұл олардың арманы. Уақытты босқа өткізбей бейнебаянды бастады. Авангард зымыран кешені. Авангард ядролық зымыранды дыбыс жылдамдығынан 20 есе жылдамыш алады. Оларда үлкен маневр жасауға мүмкіндік беретін сырғымалы жүйе бар. Авангард қазіргі заманғы зымыранға қарсы қорғаныс жүйелері үшін ең үлкен қиындық болып табылады. Бұл қанатты зымыранды ұшу кезінде де пайдалануға болады, немесе оны баллистикалық зымыран бортында тасымалдауға болады. Одан гипердыбыстық машина бөлініп, нысанға қарай ұшады. Атмосферадан жоғары ұшқан кезде зымыран жылдам қайта кіру траекториясына орналастырылады. СВ коалициясы жаңа 150 мм өздігінен жүретін зеңбірек броньды машиналарға, танктерге, тактикалық ядролық қаруларға, танкке қарсы қаруларға, артиллерия мен миномет батареяларына қарсы әзірленді. Бұл король МС-ТАСМ мұрагері. Оны Т-72, Т-90 және Т-14 сияқты жол шассилеріне орнатуға болады. Сондай-ақ 8X8 дөңгелекті платформаға арналған. Оның бірегейлігі ескерту қабылдағышы, түнде көру жүйесі, микротолқынды жүйе, ядролық, биологиялық және химиялық қорғаныс жүйелері. Максималды атыс қашықтығы шамамен 70 км. Автоматты іске қосу құрылғысы минутына 8 оқ атуға мүмкіндік береді. Әртүрлі оқтарды атуға қабілетті сөндіргіш снарядтары бар, өздігінен жүретін танкке қарсы кассеталық оқ-дәрілер. Ол сондай-ақ лазермен басқарылатын снарядтарды да ата алады. Көліктің жоғарғы бөлігінде қашықтықтан басқару жүйесі, ұзындығы 12,7 метрлік сот жүйесі орнатылған. Мұнара әртүрлі гранаталарды атқылайтын. Және әуедегі, және жердегі нысандардан қорғауды қамтамасыз ететін гранатометпен жабдықталған. Көліктің жылдамдығы сағатына 60 км, жүрісі 500 км. РС-28 Рубеж қатты отынды континентаралық баллистикалық зымыран. Соққы нүктесі 5500 км-ден асады. Бұл Ресейдің зымырандарды классификациялау бойынша орташа қашықтықтағы ядролық күштер туралы халықаралық шартты бұзуына себеп болуы мүмкін. Ұзындығы 12 метр, диаметрі 1,8 метр, салмағы 36 оқтұмсық. 800 кг оқтұмсықты көтере алады. Стратегиялық мүмкіндіктер ерекше құндылыққа ие. Өйткені ол ұшу кезінде бағытын өзгерте алады. Байқауды қиындатады. Оның транспондерлері көптеген зениттік қорғанысты жеңуге қабілетті. Ресейлік дерек көздердің айтуынша, РС-28-ді залалсыздандыру үшін 35-ке дейін зымыранға қарсы құрал қажет болады. Ол қозғалыста болғандықтан оны анықтау және атып түсіру қиын. Ал алыс аймақтарда базаларды қалдыру қауіпті. Бұл зымыранның бірінші соққыға төтеп беретінін білдіреді. Ұшқышсыз Посейдон атом сүңгуір қайығы 2027 жылы Ресей әскери теңіз күштеріне қосылады деп күтілуде. Ресей тарапының хабарлауынша, Посейдонда қуаты шамамен 2000 мегатонналық термоядролық оқтұмсық болады. Бұл құрылғының негізгі міндеті ядролық қаруды қарсыластың жағалауларына жеткізу. Белсенді радиоактивті ластану арқылы маңызды экономикалық нүктелерді істен шығару. Радио жарылыстар арқылы цунами және осыған ұқсас апаттар туғызу. Ұшқышсыз ұшақтың бар екенін алғаш рет 2018 жылы Ресей Федерациясының президенті ресми түрде жариялады. Ол сондай-ақ ұшқышсыз ұшақтың ақш-тың ұшақ тасығыштарына соққы беру міндеті бар екенін атап өтті. Бұрынғы құрылғыларда мұндай функция болмады. Бірінші тасымалдаушы 2019 жылы ұшырылған Белдерет атомдық сүңгуір қайығы болды. Посейдон бүкіл әлем үшін жаңа қауіп болып табылады. РС-28 Сармат. Бұл зымыран кешені ядролық оқтұмсықты тасымалдауға қабілетті ауыр отындық зымыран тасығыш болып табылады. Ресейлік мамандар мұндай 10 зымыран бүкіл құрлықты жоюға жеткілікті деп есептейді.
Сармат шамамен 10 тонна пайдалы жүкті және 10 ауыр немесе 15 жеңіл MIRV оқтұмсықтарын тасымалдай алады. Сарматта қысқа кернеу фазасы бар. Оны инфрақызыл сенсоры бар жерсерік бақылағанда, ол аралықты қысқартады және анықтауды қиындатады. Мұндай жүйе ақш спутниктерінде бар. Сармат кез келген зымыранға қарсы қорғаныс жүйелерін айналып өтіп, оңтүстік полюстің үстінен ұшып, орбиталық шағын бомбалауды жүзеге асыра алады. Түрлі дереккөздерге сәйкес RS-28 ұшыру алаңы Маусер белсенді қорғаныс жүйесімен жабдықталған. Ол кинетикалық соққы арқылы жаудың ұшатын бомбалы қанатты зымырандарын, МБР оқтұмсықтарын 6 шақырымға дейінгі биіктікте жоя алады. Т-14 Армата. Жаңа буын танкі, корпус 3 бөлікке бөлінген. Экипаж кабинасы алдыңғы жағында, қашықтан басқарылатын ұшқышсыз мұнараның ортасында, және қуат блогы артқы жағында орналасқан. Ғимараттың төбесінде жаһандық спутниктік навигация жүйесі бар. Спутникпен байланысты метеорологиялық мұнара бар. Танктың ұзындығы 10-8, ені 3-5, биіктігі 3-3 метр. Жауынгерлік салмағы 48 тонна. Т-14 ұшқышсыз ұшатын аппаратпен жабдықталған. Ол 125 мм тегіс ұңғылы зеңбірекпен жабдықталған. Барлығы 45 патрон және пайдалануға дайын оқ-дәрілер бар. Негізгі зеңбіректен лазермен басқарылатын зымырандар да атылады. Резервуарға орнатылған кеңбұрышты камера айналаны толық 360 градус көрсетеді. Ал экипаж әрқашан жағдайдан хабардар. Резервуарда автоматтандырылған өртті басқару жүйесі бар. Ол жағдайды автоматты түрде бағалай алады. Жүйе бөшкенің аузындағы жел қозғалысы мен жел турбинасының алынған деректер негізінде жұмыс істейді. Жүру бөлігі 72 қабатты резеңке қалпақшалардан тұрады. Қозғалыстағы максималды жылдамдық сағатына 90 км. Ал максималды қашықтық 500 км. Калашников 15 және Калашников 12 автоматтары. Ресей қарулы күштері батыстағы Калининградтан қиыр шығыстағы Хабаровскіге дейін 11 сағаттық дивизия қызмет етеді. АК-12 және АК-15 автоматтары аты аңызға айналған АК-47-нің тікелей ұрпақтары. Және тіпті ең қатал табиғи жағдайларда да жұмыс істеуге арналған. Бұл автоматтар АК-74-ке ұқсайды, бірақ әртүрлі калибрлі. АК-12-де АК-74 сияқты 5-45 мм тірі картридждер бар. АК-15 ескі 7-де 62 мм картридждерге арналған. АК-12 майдандағы жауынгерлік әскерлерге, ал АК-15 тылдағы және резервтегі әскерлерге арналған. АК-12 және 15 мылтықтарының ескі түрлі басқару элементтері бар. Сондай-ақ, қауіпсіздік режимін оңнан солға өзгертуге болады. Автоматты мылтықтардың ең көрнекті ерекшеліктерінің бірі АК-12 және АК-15 серияларындағы жиналмалы оқпандар. Бұл жаңа аспект әскерилерге қаруды күшейтуге және кеңейтуге мүмкіндік береді. Бойына қарамастан жауынгерге өте ыңғайлы, яғни винтовканы жеке реттеуге болады. АК-12 және АК-15 винтовкалары ақш армиясының М4А1 карабиніне өте ұқсас. Бірақ ол ұзағырақ және ауырырақ. АК минутына 700 оқ ату жылдамдығына ие, ал М4 минутына 950 атуға ие.